Рахмет, қарағым, бақыт бол. Мам, чай ішеміз ба? Өте ғой. Түске не жасаймын? Мен осы әулеттің келінімін. Келіні болғандықтан сәлем салудан жалықпаймын. Үлкендерге сәлем салу арқылы мен өзімнің ізет құрметімді көрсетемін. Келін Назгүл мен қыз Назгүлдің айырмашылығы жер мен көктей. Неге десеңіз, қыз кезіңде еркелеп, ертең күніңді де ойламайсың. Ата-ананың алдында еркелеп, азырсап жүре бересің. Ал келін болғаннан кейін сен бір отбасының жауапкершілігін өз мойныңа артасың. Менің орамал тағу себебім біріншіден ол гигиена, екіншіден үлкендерге көрсеткен құрметім, ал үшіншіден барлық әйел адамзатындағы болатын бар жақсы энергия бойымда қалады. Орамалдың бар құпиясы осында. Мен 12 жыл бойы банк саласында қызмет атқардым. Қазіргі сәтте балалар тәрбиесінде үйдемін. Балалармен айналысамын. Осы шаңырақтың табалдырығын аттағаннан бастап келін екенімді әрқашан ұмытпаймын. Балам, шайды оң қолымен береді. Кешіріңіз, мама. Рахмет. Әр отбасының өзінің заңы бар. Отбасылық дәстүрі бар. Оның барлығын үйреніп, бірден сол жанұяға мүше болып кету мүмкін емес. Бірақ соған көмектесетін сол әр отбасында ене деп білемін. Мен енді қазір ене болдым. Ене болып, өзіме келген келінді сол өзімнің енемнен алған тәрбиемді ары қарай жалғастырып, жақсы келін болуға, өзіме ыңғайлы келін болуға, менің отбасымның керемет жақсы бір мүшесі болуына атсалысып жатырмын деп ойлаймын. Келіннің жақсы болуда, жаман болуда ененің тәрбиесіне байланысты. Қазақта ат тергеу деген дәстүр бар. Бұл өте жақсы дәстүр. Ата-бабамыздан қалған. Мысалы, менің келінім қайын атасының, қайныларының атын атамайды, қайныларына, қайын сіңлілеріне еркелетіп, өзінің бір керемет жақсы аттарын таңдап айтады. Бұл өте жақсы ырым деп есептеймін. Құралай көз, қолың шаш, алма мойын қиғашқа.